Дагы бир жолу урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Эми кезек ушул жылы жаңы Жакшамолдогу автоунаалардын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. 11 декабрь болуп калды, 2021 жыл. Honda Jazz, Camry, Avensis, CR-V сыяктуу жылы жаңы арасында Mercedes'тер дагы бар, кроссовер, Lexus'тер дагы бар. Бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Toyota Corolla жылы 2004, объем 1.6 бензин, автомат, баасы $7800. Азыр эшиги жабык экен, отуруштары кара түстө. Кузовунда жасалып турган жумуштары жок. Бул жакта Toyota Camry 30 кузов, көк түстө. Полный комплектация. Жылы 2002, объем 3, 6 цилиндр. Коробка автомат, баасы $8400. Азыр эшигин ачып, сонун ачып көрөлү. Көк түстө Honda Jazz, рестайлинг, жылы 2006, 1.4 автомат. Баасы $7400. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы дөңгөлөктөрдү. Азыр эшиги жабык экен. Биз артына өтүп көрөлү. Артыңкы бамперинде парктрониктер дагы бар экен. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда. Ушунун жанында жаңы кузов, дагы бир жазы коштойн. Дөңгөлөктөр азыр жайкы, коробкасы автомат, жылы 2009, 1.5. Баасы $8800. Достор, бизде бул жерде бир катталуучуларыбыздын автоунаасы бар экен. Суранычтар менен негизи жылы жаңы машиналар тартып атканбыз. Бул жерде суранып калган үчүн тартып койдук. Honda CR-V японец, кызыл түстө, өтө кузовдор жакшы абалда экен. Дөңгөлөктөр дагы жакшы. Жылы 98, объем 2, коробкасы автомат, баасы $5600. Байланыш номери ушул номерге чаласыздар, азыр эшигин ачсын көрөлү. Азыр артына өтүп көрөлү, запаскасы дагы бар экен. CR-нын кузову боюнча мен айтып кетейин, азыр эси өзү дагы айтып кетти, жакшы абалда дейт. Только айдаш керек дейт. Honda CR-V сол рулду, экинчи поколениясы, жылы 2004-2005, коробка автомат, 2 объем. Шаар ичинде расход 11, трассада 7 дейт. Баасы $8600. Автозавод, центральный замок, кузовунда жумушу жок. Сызылган жерлери жок экен, жакшы абалда. Honda CR-V. Lexus ES 350 автоунаасы, европеец, жылы 2012, объем 3.5. Самый жирный комплектация дейт. Биринчи эс экен. Азыр сонун ачып көрөлү. Отуруштары кара түстө кожа. Устунда люк дагы бар, кара крыша. Кузовунда бир да жеринде жумушу жок. Дөңгөлөктөрү кышкы, парктроник дагы бар. Баасы канча болот экен? 15,5. Баасы $15500 дейт. Мына жерде Lexus RX 350, кара түстө. Жылы 2003, 3.3 автомат, 195 000 км жүргөн, баасы $11500 дейт. 11,5. Кузовунда жумушу жок. Абалы жакшы. Азыр артына дагы көргөн соң алдына дагы өтөлү. Алдыңкы бамперлер дагы жакшы абалда. 2007 жылкы чыккан Mercedes 211, 3.5 объемда, коробкасы автомат, баасы $10800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр бул дагы эси бир жагга кетиптир, эшиги жабык. Бирок достор, кузовунда жумуш жок. Парктрониги бар.
Жақша балда 211. Toyota Avensis жылы 2003, 1.8 автомат. Моторы Vivitay мотор деп жазып қойыптыр. Это жақсы моторлардың бірісі болады. Vivitay. Басы $8,400. Honda Jazz қара түсті. Жылы 2008, 1.3 вариатор, 290.000 км жүрген. Басы $6,600 деді. Бұлдағы ешігі жауық. Қазір артын өтіп көрелі. Дөңгелектері қышқы, қыштан ойланбай шықса болады. Кузовында дағы чиылған жерлері жоқ. Toyota Avensis универсал 215.000 км жүрген. Жылы 2002 1.8 механика. Состояниясы жақсы. 2013 жылдан бері бірінші есі өзі бір қол айдап жүріптір. Отырыштары да жақша болды екен. Салонда көрсе болады. Кузовында бірді жерінде мұндай сынғандағы жері жоқ. Дөңгелектері қышқы. Қазір есі бияқта тұрады. Басы қанша болды екен? $6,300 деді. Соң долларға саптығында. Артыңқы бамперінде парктығандығыдағы бар, жақша амалда. Honda CR-V 3-ші кузов, жылы 2009, 2.4 автомат, 187.000 км жүрген. Басы $12,300. Отырыштары қара түсті кожа. Toyota Camry 40 кузов, рестайлинг, жылы 2010-2011, 2.5 автомат. Басы $11,800. Дөңгелектері қышқы, ешігі жау екен. Қазір артын өтіп көрелі. Бұл жерде достар Toyota Prius автонасы свежий перегон, жылы 2005, 1.5 автомат. Басы $9,000. Дөңгелектері қышқы. Ушындайлы Prius дағы бір ақ түсті келіп тұр бұл жерде. Дөңгелектері өте жақша болдағы қышқы дөңгелектері салып қойып тұр. Бұлдағы басы $9,000, 2006 жылғы 1.5 автомат. Honda CR-V жылы 2003, 2 объем автомат, европеец, басы $9,500. Дөңгелектері қышқы. Джолтан Намаз автонасы Mercedes GL 320. Жылы 2007, объем 3 сидай мотор, коробкасы автомат, басы $13,5 сағат жатыр. Дөңгелектері қышқы, отырыштары қара түсті кожа. Toyota Highlander жылы 2001, объем 3, автомат, расход 12-13, басы $9,500 сұрап жатыр. Дөңгелектері жақша балда қышқы. Кузовында тұрғандар жұмысы жоқ. Toyota Avensis жылы 2007, объем 2 механика, басы $6,500. Subaru Impreza свежий перегон келген. Қазір расамашқа қылып, учетқа қойып, 100 нөмерге қойып қойыптыр. Дөңгелектері өте жақша болды. Жылы 2012, объем 2 автомат, басы $8,800 деді. Подогрев сиденья бүт бардығы бар деді. Дөңгелектері дағы өте живой дөңгелектерді салып қойыптыр. Заводской багажник. Дағы бір ақ түсті Toyota Highlander автонасы, жылы 2005, 2.4, коробка
автомат. Биринчи эсекен, баасы 12.900 доллар деп жазып тур. Азыр эшиги жабык, артына өтүп көрөлү. Катарлаш Subaru Forester Японец автонасы жылы жаңы мыналардын катарлаш туруп калыптыр. Тартып коелу. Жылы 2003, 210.000 километр жүргөн. Объем 2 бензин, турбина, коробкасы механика, баасы 8.500 доллар деп сурап жатыптыр. Коробкасы автомат, механика 5 штука. Автозавод бар экен. Состояние жакшы. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда. Парктор менен спортивный күлүштүүлөр дагы салып коюптур. Жакшы абалда. Американ Subaru Forester учетко коюлган. Жылы 2008-2005, Honda электропакет, автозавод, подогрев сиденья, газ бар экен. Баасы 9.000 доллар сурап жатабыз дейт. Акыртында эң астына номер жазып коюптур. Көрмөй жаткан болушу мүмкүн. 559 17 70 77 деген номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Рестайлинг 40 кузов Toyota Camry ак түстө. Жылы 2010, 2.5 бензин. Бул жака маалымат кагазына жазып коюптур. Чистый Carfax дейт. Бул деген сөз баарыңыздар эле жакшы билесиздер. Чистый Carfax деген сөз баягы эч бир жеринде урулган эмес деген сөзгө жооп берет деген сөз. Баасы 11.500 доллар деп жазып коюптур. Дөңгөлөктөрү кышкы